Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай керемет, дәмді тамақ түрінің рецептісімен бөлісемін. Бұл тамақ бір жасағаны сіздердің көңілдеріңізден шығады. Рецепті көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ең бірінші тамақты дайындамас бұрын тауықты жақсылап тілімдеп алып, маринаттауға кірісеміз. Маринаттауға бізге кемінде 2 сағат керек болады. Оған мен қолданған заттар майонез, кетчуп, чеснок. Осыларды барлығын жағып, жақсылап, барлық жеріне жағып, тілімденген жерлерін барлығын маринаттап, және де қызыл бұрыш пен тұзды қолдандым. Тестаға керек заттар: 1 стакан су, 1 стакан сүт, және де сары майды ерітіп қолдандым. Тұз міндетті түрде. Осыдан жақсы жұмсақ қамырды иледім. Тестамызды 10-15 минутқа демалдырып алдым. Одан кейін осы тестаны 2 бөлікке бөліп, жайып аламыз. Қатты жұқартпай, екеуін де жайып шықтым. Содан кейін табамызды кішкене майлап, осының үстіне бірінші қамырды салып, шет-шетін кішкенелеп жайып шықтым. Жаңағы маринаттаған дайын етімізді салып, жақсылап жан-жағына жайып шығамыз. Одан кейін осы картопты ыдысқа салып, маринатталған майонездерге салып шығып, үстіне пиязды жайып шықтым. Одан кейін картоптарымды жайып шықтым. Жақсылап барлық жағын бірдей қылуға тырыстым. Кішкене тұз сеуіп, екінші бөлігін жақсылап жайып, жан-жақтарын барлығын бітеп шығамыз. Ішінде еттері үлкен-үлкен кусок болғаннан кейін, картошкасы да үлкен-үлкен болғаннан кейін, бұның градусына азайтып қойып, 1 сағат 20 минут немесе 1,5-2 сағатқа дейін де пісіруге болады. Тесікті әдейі қалдырдым. 300-400 грамдай су құйып отырамыз. Жұмыртқаны мен жан-жағын барлығын жағып шықтым. Және де духовкаға 120 градусқа жібердім.
өте дәмді тағам шықты. Сочный болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Еттерді қызарып піседі. Керемет рецепт. Сіздер де жасап жақындарыңызды қуантып қойыңыздар.